Адриан Рабио Марсель клубында ойнайды. 2026 жылдың жазына дейін келісім шарты бар. Ары қарай ол келісім шартты Марсельмен созғысы келмейтінін жеткізді қазіргі таңда Адриан Рабио. Енді Адриан Рабио Максимилиано Алегридің қол астына келгісі келетіні белгілі, себебі екеуінің ара қатынасы керемет. Сондықтан да Миланның алғашқы трансферлерінің бірі осы Адриан Рабио болады деп күтілуде. Басылымдардың айтуынша. Клубтық әлем чемпионаты жалғасуда. Кеше Интер Майами мен Парис Сен-Жерменнің бірінші тайымын ғана көрдім. Ары қарай жүрегім де шыдаған жоқ, көруге ойында қызық болған жоқ. Енді Месси қанша дегенмен легенда аңыз, Мессидан басқа бір есі дұрыс доп теп алатын, бір адамдарды көр алатын, біздің форма мынандай ғой, демек мына біздің ойыншы деп өз ойынының чысына, командаласына допты бере алатын адам көрген жоқ мен Интер Майамидің қатарынан. Мессиға ғана жаным ашыды. Енді Парис Сен-Жермен өзінің деңгейінде 4 адам тұрма, алдында 7 адам тұрма, 11 адам толық тұрама, өзінің ойыншысын тауып пасты бере алатын команда. Өте мықты команда. Парис Сен-Жермен кеше әшейін ғана Интер Майамиді мынау командау, мынау біздің қарсыласау деп қараған жоқ. Пачақ-пачағын шығарды, шашып тастай салды, лайықты жеңіске жетті. Енді Парис Сен-Жермен алда Бавариямен кездесетін болады ширек финалда. Баварияда өзінің қарсыласын кеше жеңді. Өте тамаша қызықты ойын бізді ширек финалда күтіп тұр. Енді ширек финалға жетпей тамаша ойын бізді күтіп тұр. Ол бүгін Интердің ойыны бар. Флуминенсеге қарсы, одан кейінен таңға жуық бізді тамаша ойын күтіп тұр. Ол Манчестер Сити және де Аль-Хиляльдің ойыны. Екеуінің ойыны өте қызық болады, тамаша болады, тартысқа толы болады. Екеуі соңғы 5 ойында жеңіліс дегеннің не екенін білмей келе жатыр. Ал енді бұл клубтық әлем чемпионатының топ ойындарын, жақсы ойындарын, осы атап өткен ойындардың бәрінің тікелей эфирін біз береміз, ұсынамыз. Бұлар жайлы ақпараттар, фактылар, статистикалардың бәрін күнделікті салып отырамыз. Голдарды да дер кезінде сіздерге уақытында береміз. Бұның бәрі біздің Алтын доптың телеграм арнасында, достар. Бізді қолдап қойыңыздар, Алтын доп телеграм арнасына тіркеліп, өздеріңізде футбол жаңалықтарынан қапы қалмаңыздар. Алтын доп телеграм арнасының сілтемесі осы видеоның астында, комментарий бөлімінде, описание бөлімінде бекітіліп тұратын болады, достар. Барселона десе Ямал еске түсетін болды. Қазір Барселона мен Ямал егіз дүние болды. Және де осы жайлы сіздерге болып жатқан ақпараттарды айта кетейік. Ламин Ямал жақын арада, міне алдағы 1-2 аптада 10-шы нөмірді алатын болды. Лионель Мессидің ізбасары Лионель Месси сияқты Барселонаның шоқ жұлдызы деген сөз. Енді 10-шы номерді Фати алып кете алған жоқ. Фати жақында Монакоға кететін болады. 10-шы номер босайды. Босаған сәтте бірден Ямалға тағамыз деген шешім барлық басшылардың бір ауызбіршілікпен шешіліп қойды. Ямал 10-шы номерді алады жақын арада. Және де Ламин Ямал Барселонамен 2031 жылға дейін келісім шартты жасасты. Жалақысы масқара өсті. Енді жалақысына қарап Ламин Ямалдың Барселона үшін құны қандай екенін біле берсеңіздер болады. Ламин Ямал жаңа келісім шартқа дейін жылына 1,5 миллион евро табатын, қазіргі келісім шартында 26 миллион евроға жетті. Енді 25-24 есе артық жалақы жазып берді. Бұл енді жалпы командадағы ең көп жалақы алатын ойыншы болды. Ламин Ямалдың жан жағына құратын болды. Егерде ойыншылар алатын болса, команда жасақтайтын болса, Ламин Ямал Барселона үшін ең маңызды ойыншылардың бірі. Және де Ламин Ямалдың өтемақы құны егер біреу қызығатын болса 1 миллиард евро беруі керек. Бұл енді Ламин Ямалды барынша қорғаймыз. Біз ешкімге бермейміз, сатпаймыз. Шамаларың жете ме 1 миллиард евро беріңдер деген сөз. Енді бұған дейін Манчестер Сити қызыққан болатын, Ливерпуль қызыққан болатын, Парис Сен-Жермен 250 миллионға дейін евро ұсынған болатын, ешқайсына сатқан жоқ. Және болашақта да сатпайтынын нақты айтты Барселона. Ал енді ол Барселонаның сату-сатпауы бұлай тұрсын. Ламин Ямал да Барселонадан басқа ешқайда барғысы келмейтінін жеткізді. Осылайша Барселона мен Ламин Ямал егіз дүние деп айта берсек те болады. Осындай Ламин Ямалға байланысты Барселонада өзгерістер бар. Енді Ламин Ямалды қатты бір асыра сілтеп көп нәрсе беріп тастады деп ойламайсыздар ма сіздер? Фати да кезінде дәл осындай деңгейде көтеріліп кеткен еді, ертең құлдырап кетуі мүмкін ба?